Шәкәрім атамыздан бір ауыз өсиет. Ауру тек денеде ғана болмайды, мінезде де бар. Егер біреуден жаман мінез көрсең, оған шипа сұрап дұға қыл. Оған жабысқан кеселден сені сау қылған Аллаға мақтау айт. Бұл шүкірлік. Сырды сақтау шеберлігі жан дүниенің байлығын көрсетеді. Ішінде су тұрмайтын ыдыстың зияны секілді сырды сақтай алмайтын адамның пайдасы кем. Бұл аманатшылдық. Егер әр адам қасындағы кісінің жүрегіндегісін көре алса, оған жаны қатты ашитын. Ішкі таразының әділдігіне көз жетер еді. Сыртқы өлшемдердің алдамшы екенін терең түсінер еді. Іштарлық, қызғаныш, көрсе қызарлыққа ұрынбас еді. Бұл терең түсінік. Құдыққа тас тастаған адам ол түбіне жетіп, дауысы естілгенше қарап тұрады. Сол секілді сені сөккен адамның көбісі жауабыңды күтеді. Ұстамдылық пен көркем мінез танып, өткізіп жібер. Құдық түпсіз екен деп ойласын. Бұл терең түсінік. Бәрін дұрыс жасауға қанша тырыссаң да сені қате түсінетін адамдардың табылары хақ. Әркімге бір жауап қайтарып өзіңді құр шаршатпағаның дұрыс. Дана ғұламаларымыздың бірі өзін сөккен кісіге былай деген екен: егер айтқаның рас болса, Алла мені кешірсін. Ал өтірікші болсаң, Алла сені кешірсін. Бұл байсалдылық. Маған кейде бір адам бір мәселе жайлы айтады. Мен оны ол тумастан бұрын естіп қойсам да, оған құлақ саламын. Кейде бірінші рет естіп тұрғандай күй көрсетемін. Өзің онсыз да жақсы білетін нәрсе жайлы біреу әңгімелеп жатса, оның сөзін бөлмей, білетініңді білдіріп жүрегін жараламай, көңіл бөліп құлақ салуың мінез құлықтың аса көркемдігіне жатады. Бұл көркемдік. Адамдар саған таң қалып жатса, оған масаттанып мақтанба. Себебі олар сенің Алла жарыққа шығарған жақсы жақтарыңды ғана көріп жатыр. Ал олар сенің Алла жасырған жаман жақтарыңнан хабарсыз болғанына шүкір де. Алла кемшіліктерді жасырушы. Егер сөз шынымен жүректен шыққан болса, онда ол міндетті түрде жүрекке кіреді. Ал ол тек тілден шыққан болса, құлақтан ары аспайды. Бұл шыншылдық. Дұрыс нәрсені тез танып, жүрекпен түсініп, шынайы жанашырлықпен айтпасаң, ісің бекер. Бұл мейірбандық. Адамдар сенің сыртыңа қарайды. Жаратушың ішің мен жан дүниеңмен бағалайды. Пенделер үшін сыртыңды ғана әдемілеумен әуре боп, ішкі әлеміңді ұмыт қалдырып, ластап алма. Бұл тақуалық. Кезінде Керен Хатим деген ғұлама өмір сүрген екен. Бір күні оған бір кісі келіп, бір мәселе жайлы жауап сұрайды. Сол-ақ екен, әлгі кісі байқаусызда шел шығарып қояды. Сол кезде Хатим естімегенсіп, даусыңды жоғары көтеріп сөйлеші дейді. Келген кісіге өзін Керең секілді сездіртеді. Осылайша басқалардың қателігінен құлағын тыйған ол Хатим Керең деген атпен тарихта қалған екен. Бұл көркем мінез. Көздер ұмытпасын десең, әдемі киін. Көңілдер ұмытпасын десең, көркем мінезді бол. Бұл ішкі сұлулық. Адамдардың біразы өміріңді сенен бір нәрсе үйрену үшін бақылайтын болса, басқа бір бөлігі қателіктеріңді теру үшін аңдиды. Екі топта саған таң, бірі махаббат пен, екіншісі іштарлықпен. Сондықтан да серек бол балам деп Шәкәрім атамыз айтқандай, махаббат пен бақылап тыңдап жүрген оқырмандарыма алғыстан басқа айтарым жоқ. Ал екінші, маған қарай запыранын төгіп жатқан оқырмандарыма айтарым: біреудің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен алыс өлгенше.